Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен көрермендер. Бүгінгі біздің қазақ тілі апталығының жабылу салтанатына қош келдіңіздер. Қазақ тілі, туын биік ұстаған, қазақ тілі кең далама ұқсаған, қазақ тілі мәртебелі еңселі, құрметтеп отыр бүгін. Ел сені, жей отыра, қазақ тілі апталығының жабылу салтанатына ашық деп жариялаймыз. Ендеше қазақ поэзиясының мұзбалағы, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың рухына арналған «Есіңе мені алғайсың» әдеби сазды кешіне кезек берейік. Өтесің-ау бір күні, қиясың-ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай. Жоғарыға балаймын. Ана тілің? Қазақша, қысылғанда орысша да, немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшаңнан танып ал. Оқымаған, дипломсыз демесең, бір басыңнан бар мамандық та болар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде, жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Ол жағынан першедім дей алмаймын. Мен мүлде ойлы-қырлы кездерде де болады ғой мүмкін. Өзен де жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға, тастатынған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Әлдилеп ақ төсінде бермейтінім ағайдың ақмысының тербейтұғын, бұл көлге аман есен қайтқанынша суына жетім көлден шөлдейтұғын, суы мен сырқаттарын емдейді. Бала жатыр, төсекте күйіп жатыр. Мойын қарып барады, мойын қарып. Мана күндіз тауып шал не деп кетті? Әлде өтірік, әлде шын деп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы, жаймен жөнеп кетті. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасыз жаратылған. Манағы тауып шалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатыңнан? Айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз, қолды адамға бола туған. Жетім көлге барып қайттаң жамлап, таң атқанша қалайда тауға алың. Біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрліктірме жұртыңды, салма бір. Қайтеміз, бәлкім бәрі жалған. Апырай, қалай барам, қалай барам? Атармын аққу құсты қалай ғанам? Айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал, өскен шырша байлаған, барлығы бір қасиетке қарайлаған, оқ атам қасиетке қалайғанам. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам? Жалғыз ұлдан артық па? Жалған бәрі. Балам өлсе, бақыттың керегіне. Топан су басып кетсін қалғандарын. Перзент сұрап, несіне армандадың? Құрысын онсыз сенің жанған бағың.
мылтықта кел, ат дертте, жалған бәрі. Алаңсыз тарануда күнге қарап, айдымның еркелері бүгін тұр. Етермін тағдырынды кімге манат. Сірә, сорлы жоқ шығар менен өткен. Қолымның қасына неге кеткем? Ошақ қасы, отбасы көрмеппін ғой. Дүние-ау! Бағын тобақ қуға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Ұю-құю көлман астан кестен, жер айналып тауғыла баспан көшкен, жаңғырғып жар салып жартастар тұр. Жетім көлдің қайғысы бастан кешкен, тау жаңғыртып тамаша құстынаны. Қош айтысып көлменен ұшты бәрі, көл бетінде көлбендеп жаралып бұл. Ұша алмайды, ұшпақ бұл, күш қылады. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып, қарт тұрған, жылқы баққан. Абырай, бұл кім болды таңсәріде? Көргенсіз көл басында мылтық атқан, құстардың зәре құтын шырқыратқан, не қылған қаны безер қолтық атқан. Мылтықты алдар оқтай көлге кел. Абырай! Келіні баяндады. Ей бала, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқаны бәрі өтірік. Атқа мін, ауылға қайт, ол жан қой. Мін айтқа, қайт ауылға, тағат қылда. Білмеймін сораттың ба, бағаттың ба. Аққуды кезенерге ырым жаса. Тым қылша, қолыңыз қанаттың. Әлек болып, арпалысып соғыр қайғымен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасынан естігенім бар деді. Әйтеп, аққудатқан ұлбайды деді. Солай, аманат бір құдайық. Қай-қайдағы түседі құрбан. Өн бер, түс бер, әйтеуір таласуда. Өліменен тірінің арасында. Өліп жатқан ұлына қарасында. Қалсынан жетім көл жағасында. Өліменен тірінің арасында. Әппақ нұрға шомылтып айналаны. Ақ сәулемен айдынның ойнағаны.